Кеш жарық. Ал енді біздің керемет эфиріміз басталғалы тұр. Баршаңызға ораза қабыл болсын деп, қазір Барселона, Стамбул телемост болғалы тұр. Өтте керемет эфир болғалы тұр. Талантливый человек, талантлив во всем дейді. Сондықтан өзі продюсер, өзі актриса, өзі бизнесті дөңгелетіп жүрген қазақтың мықты қызы. Маған шетел көрген адамдар кәдімгідей олардан бір алатын дүние, айтатын дүниесі бар болып есептелінеді. Сондықтан қосылыңыздар, қазір тамаша эфир болғалы тұр. Үйретері бар, үйренері бар, айтары бар қыздардың білімдерінен кәдімгідей сабақ алып қалайық. Қазіргі заманда бір зымыраған уақыт көп жағдайда үлгермей жатамыз. Мен қазір өзімнің қонағымды қосайын. Сабина өте мықты қыз. Қазақтың туын Стамбулда желбіретіп жүрген. Кеш жарық. Саламатсыз ба, Сабина ханым? Саламатсыздар. Жақсы шүкір. Өте қуаныштымын. Онлайн танысып жатқаныма қуаныштымын сізбен. Бізде енді Барселона, Стамбул деген телемост болайын деп жатыр. Қазақтың қыздарының жүрмейтін жері жоқ дейді ғой. Сондықтан мына сізді де бір керемет жерге, сонау Тұран өлкесіне апарып тастаған екен. Менің оқырмандарыма өзіңіз таныстырып өтсеңіз, мен енді бағанан бері сізді айтып жатырмын. Талантливый человек, талантлив во всем деп сіздің инстаграмнан қарап жүрем. Зырылдап, дуылдап, жан-жағын бәрін былай жаңағы жарқыратып жүретін адамдар өзіме қатты ұнайды. Сондықтан әрдайым ана қыздарға да ұрсам ғой, шуларыңды сүйретіп, жылап, жаңағы сораларыңды ағызбай жиналыңдар, белдеріңді бекем буыңдар деп, сондай бір белді бекем буып шауып жүрген қазақтың мықты камеристарының қазіргі бір кішкентай көрінісісіз. Сондықтан өзі актриса, мына оқырмандарда жазып жатыр тарсылдатып, өзі актриса, өзі продюсер, өзі Тендер Вин деген керемет бір компанияны басқарып, жасап жүрген қыздардың бірісіз. Енді менде в основном 90% қыздар отырады. Сондықтан енді қыздар болып бір әдемі әңгіме айтамыз деп ойлаймын. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Кеш жарық, Құралай ханымның оқырмандары, сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Тікелей эфирге шақырғаныңызға көп рахмет. Мен есімім Сабина ханым. Кезінде мен актриса болдым, телеарнада жұмыс істедім. Қаншама киноға түстім, сериалға да түстім. Бірақ бұл жерде өкінішке орай ол кездер танымалдылық берді де, бірақ қалайсың, қаражат жағынан ол енді мені кінәлі емес деген сияқты ғой, танымалдылық болды. Бірақ өкінішке орай жалақым өте көп болмады. Сөйтіп мен жалғыз басты ана болатынымды біліп, қатты толғандым, қатты ойландым. Баламды қалай көтерем деген сұрақ мені қатты мазалады. Сөйтіп не керек, тендерге кетіп қалдық. Қаншама қорқақ, мен шын айтам, қатты қорқтым тендерден. Естуім бар болатын ол кездер. Журналистикада жүргеннен кейін енді анда барасың интервьюға, мында барасың интервьюға, енді анда естіп қаласың анда. Біз енді қазақтар төрт құлағымыз біреу емес, 5-6 ғой мына жақта. Анау не айтады, соны деп соған кетеміз. Мынау не дейді, деп сонда көзіміз жоқ, тек қана құлағымыз бар. Қорқыныш қатты болды, бірақ сонда да тәуекел деп 8 жыл бұрын тендерге кетіп қалдым. Сөйтіп уақыт өте. Маған тендер деген бір еркектердің айтатын әңгімесі сияқты да. Тендер деген бір жемқорлықпен байланысты, бір тендер туралы адамдар бірдеңке айтып жатса, сразу біздің анандай қанатымыз үрпиіп, қорқып, мынау не жемқор ма, бірдеңкені ұрлады ма екен, мемлекетті тұтынады ма екен деген секілді. Білмеймін, өзімнің субъективті мнением енді сондай болады да. Бір қарапайым тілмен біз мына енді ауылдың қыздарына дұрыстап түсіндіріп берсеңіз, немен айналысасыз, ол тендер не ол? Құралай ханым, мен сізге былай айтайын. Алғашқыда тендерге, алғашқы қадамды басқан кезде тендерге, мен ойымда былай болатын. Мен ойлайтын, тендерге қатысу үшін міндетті түрде сен бір бай, болмаса дәулетті, беделді бір туысың болу керек деп ойлайтын. Мен өзім ауылдың қызымын. Қабанбай деген ауылда дүниеге келген қарапайым отбасынанмын. Мен ойлайтын, енді маған енді ол жерде орын жоқ шығар деп ойлайтын. Бірінші ойым. Екінші мен ойлайтын, тендерге қатысу үшін ол жерде енді қаражат үлкен. Естуім бар ғой, бюджеттен ақша бәленбай триллион бөлінді, бәленбай ақша бөлінді деп ойлап қоям. Бұл енді 100% андай бір депутаттардың бір туыстары сондай бір уже бөлініп қойған деп ойлайтын. Тендер жарияланбай тұрып уже бөлініп қойған деген менде ой болады. Үшіншіден мен ойлайтын, пара беру керек. Пара бермесен тендерді заң аясында ұту мүмкін емес деп ойлайтын. Төртіншіден мен өзім жеке
қорқынышымен бөлісіп тұрмын да. Мен ойлайтын, тендерді заң аясында вдруг ұтып алсам, заказчик өлтіреді, қырады ай жерде. Асфальтта катать ететін машиналар бар ғой, сөйтіп катать етіп асфальтта жата қаласың деп ойлайтынмын да, өзім жеке қорқынышым. Сосын мен ойлайтын, тендерге қатысу үшін көп қаражат керек. Ойбай, бәленбай, миллионың болмаса қатысуға болмайды деген сияқты менде қорқыныш болатын. Енді ол кездер тендер деген былай естіп жүретінбіз. Тендер дегеніміз не? Тендер дегеніміз бұл мемлекеттік сатып алулар. Мемлекеттің өміріне не қажет, қандай да бір товар, қызмет, болмаса жұмыс, не керек, барлығы сатып алынады. Скрепкадан бастап адамды жерлеуге дейін осындай қызметтер түрлері олар да сатып алынады. Мемлекет, мәселен, мен қарапайым тілмен айтатын болсам, например, мен әкім болайын, сіз менің құрбым боласыз, например. Мен сізге айтам, сіздің өзіңіздің дүкеніңіз бар, мен екеуміз подружкамыз, например, мен айтам, мен сізбен тікелей келісім шартқа отыруға ешқандай құқығым жоқ. Маған бір орамал қажет болса дағы, мен тендер жариялауым керек. Тек қана тендер арқылы сатып ала аламын. Бұл онлайн форматта өтеді. Сондықтан тендер дегеніміз. Если былай қарастыратын болсақ, офлайн бизнестен айырмашылығы қандай? Көп адам енді кәсіп деген соны ойлайды. Ойбай, оған бір оборотқа ақша салу керек. Например, офлайн бизнес пен тендердің айырмашылығы бұл жерде офлайн бизнесті ашу үшін, мәселен, дүкенді ашу үшін, сізге түсінікті, пример ретінде, мысал ретінде. Дүкенді ашу үшін біздер оборотқа товар сатып аламыз, бәленбай миллион оборотқа саламыз, дұрыс па? Магазин орын жалдаймыз арендаға. Оған қаражат шығарамыз, сатушыны аламыз, оған қаражат шығарамыз, барлығы дайын болғанда ашылу салтанатын жасаймыз да, отырамыз, қашан маған клиент келеді екен деген сияқты. Тендерден механизм мүлдем басқа. Бұл жерде, наоборот, заказчик сатып алатын нәрсесін жариялайды, сіз уже қарайсыз, мына кісіге сатайын ба, мына заказчикке сатайын ба, сатпайын ба деген сияқты. Қаражатты тек қана тендерді ұтқаннан кейін ғана оборотқа саласыз. Мінекей осындай қысқаша айтатын болсам, тендер деген не деген сұраққа жауап беретін болсам. Енді ол жерде бізде енді белгілі ғой, қазір біздің заманымыз, амалымыз бір ғой. Байланыс керек, таныс керек, жаңағы әке керек, сәке керек деген секілді әңгіме жоқ па? Қарапайым біз секілді адамдарға оның бәрі доступны ма? Былай айтайын, баяғыда тендер басталған кезде ол қағаз форматында болатын. Конвертке документ жинайсың, мынандай құжатты апарып тапсырасың, оны ұмытасың ба, ұмытпайсың ба деген. Қазір барлығы онлайн форматта өтеді. 99% онлайн форматта сайт, как егов сияқты, справканы аласыз онлайн. Барлығы көрініп тұрады деген сияқты. Барлығы ашық. Кез келген Қазақстанның азаматы тендерге онлайн форматта қатыса алады. Оның сіздің бағаңызды ешкім көрмейді. Сондықтан да ешкім өйтіп пара беру керек, болмаса байланыс болу керек деген жоқ. Тек қана заң аясында кез келген адамның тендер ұтуға мүмкіндігі бар. Ал ол тендермен жұмыс істеу үшін, мысалы, мен қазір ойландым, жұмыссыз жүрмін, бизнесімді жоқ, например, ақшам да жоқ. Бастай аламын ба, мысалы, именно сіздің сол айтқан әңгімеңізбен, сабақтарыңызбен, курстарыңызбен ары қарай өзімді жетілдіріп. Қараңыз, Құралай ханым, мен қазірге көрсетейінші, мінекей. Мынау gozzakup.gov.kz деген сайт. Осы жерде бізде 15-ке жуық платформа бар. Бұл жерде барлық нәрсе сатып аласыз. Мінекей, қазір бізде сағат 10-нан 30 минут кетті, Енді қараңыз, дәл қазір қаншама тендер жарияланып тұр екен көрсек, поискты басақ. Дәл қазір 137.946 тендер жарияланып тұр. Бағалар әртүрлі. Мысалы, аудит 4 миллионға жарияланып, қараңыз. Топливо дизельное 19 миллионға жарияланып тұр. 7000 теңге бар екен тендер. Тендер 1 теңгеден басталады. 27 теңге яйца деген, вафли, 3000, 9 миллион, 5 миллион, сомалар миллиард деп кете береді. Бұл жерде енді барлығы онлайн форматта жүргеннен кейін, жаңа қаншама ақшадан бастаймын дейсіз ғой, кем дегенде 50.000 теңгеден бастауға болады. Енді көп адамдар ойлайды, ой, бұл жақта енді конкуренция көп деген сияқты, Из одного источника по несостоявшимся закупкам дегенді басатын болсақ, бұл дегеніміз конкуренция болған жоқ, бірақ қана заявка берілді деген сөз. Осыны басатын болсақ, дәл қазіргі сәтке 23.302 тендерге бірақ адам қатысқан. Адамдар қорқады тендерге қатысуға. Конкуренция жоқ болғаннан кейін қараңыз, тендер былай ғой, тендер жарияланады мәселен,
Мәселен, кез келген нәрсе, қызмет болсын, товар болсын, жұмыс болсын, егер де тек қана бір-ақ адам қатысатын болса, ол қайтадан жариялайды. Бірнеше рет жариялаған кезде кейін уже заказчиктің тікелей договор жіберуге құқысы бар. Не состоявшийся закупки. Демек, ешқандай конкуренция, бәсекелестік болған жоқ, уже құқысы бар деген сияқты. Ал былай қазіргі таңда 23.302 тендер. Мына жылдың басталғанына өзі 4 ай болды ғой, 4-ші ай енді басталды. Қаншама закупка из одного источника кетіп жатыр. Мен осындай енді сіз секілді жаңағындай жаңалықпен, осы инвестирование, тендер жасап жүрген кісілермен мен енді қарапайым халық отырады ғой, көзіміз жұмық, бізге біреу бірдеңе әкеліп беру керек, советский бір психологиямен жүреміз ғой. Мен осы біраз жылдан бері бір құрбым баласы кәдімгі бір университетте, КБТУ ма, осы Алматының бір керемет университетінде оқып жүрді. Бірінші курсқа енді дырылдап түсіреді ғой әке шеше, казгу ма, ұмытып қалдым қазір. Сөйтіп бір күні ол деген стресс, ойбай, мен біттім, саудам бітті, мына балам деген бірінші курстан кейін оқымаймын деп жатыр, маған көмек беріңдер деп, подругалар жиналамыз ғой. Не жағдай, сенің балаң ата демеді ғой, оқып қызыл дипломмен бет, жаңағыдай алтын белгімен бітіріп сөйтіп оқып жүрген бала десем, білмеймін, мен 5 жыл 4 жыл уақытымды кетірмеймін, мен осындай жаңағы неден оқып алам, осындай курсты тендермен айналсам, өстеймін, бүйтем деп, қазір сол бала шынымен миллионер. Кәдімгі керемет. Мен тендер деген сөзді естігенде ең бірінші сол есіме сол бала түсті. Ана енді папасы мен мама сол өмір бақи жаңағы казгу бітірген, өмір бақи біз ана советский қолда қап-қара дәу диплом болу керек деген секілді, ана оларға шок болған ғой. Бірінші ұлы еще алып университет тастап кету, еще вообще оқымаймын деген ғой, заочно да, очно, в общем оқымаймын. Мен жаңағындай осындай бір нені үйреніп алдым. Ағылшынша білем, жаңа шетелдің несін алдым, осындай пакетті оқимын. Сонда қазіргі бір шынымен 4-5 жыл мен сіздерге оқырмандар айтып отқан жоқпын, оқуды тастаңыздар, там жүгіріңіз деп, бірақ көп адамдар да өкініш бар. Мысалы, маған әйелдер хат жазғанда айтып жатады, папамыз бізді оқытпады, кезінде жаңағы, или мамам мен папам болмады. Сондай бір өмірге деген өкініш, өкпемен қалып қалады, мен оқымадым деп. Мен ойлаймын, мынандай дүниелерді қазір мына методым тыкане даже қарап отырып, бәрін үйреніп, жаңағындай болашаққа жасың хоть 50-де болсын, жасың нешеде болсын, даже 40 жыл библиотекада кітапханашы болсаң да, менің ойымша қазір жаңалықтың заманына пору со временем дейді ғой, бір ілесіп кететін мықты дүние деп ойлаймын. Ал енді осы сіз қазір сабақтар үйретіп жүрсіз, осы именно тендерлерге байланысты, ол қалай өтеді? Офлайн или онлайн ғой енді в основном? Әртүрлі форматта, онлайн да бар, офлайн да бар. Енді жаңағы дипломға мен сізге қосыла кететін, өзімнің жеке 4 дипломым бар. 4 диплом бар. Магистратурада бар, казгуда бар, басқа да международный бар. Шынымды айтайын, білім алғанға мен өкінбеймін. Білім ешқашанда не емес, артық болмайды. Бірақ менің түйгенім бұл 4 дипломды алғанда, менің түйгенім өмірде ең бастысы сізді үйрететін бұл өмірлік сабақ, практика, тәжірибе дейді ғой, егер де дипломын болса. Бірақ тәжірибем болмаса, бұл диплом бойынша жұмыс істемесем, бұл дипломның ешқандай құндылығы жоқ, Ал бұл жерде енді айтып отырсыз, жаңағыдай қалай оқытасыз? Онлайнда оқытамыз, офлайнда оқытамыз. Адамның 2 айда тренд мамандықты игеріп алуға мүмкіндік бар. Бұл тренд мамандық дейді ғой. Бұл мамандық енді бұдан әрекет жасап, жұмыс істесеңіз, ешқашанда аш қалмайсыздар. 50 мың теңгемен бастауға болады дедім, жаңа мен сізге көрсеттім 3300 тендер, Тендер 1 теңге. 50 мың теңге дегеніміз сіздер кішігірім тендерлерден бастауға дайын болыңыздар. Сөйтіп, ақырындап, домалатып, оборотқа ақшаны салып, кейін үлкейтуге болады. Егер де одан артық ақшаңыз болса, мархабат, ондай ірі тендерлерге қатысасыз. Ешқандай шек жоқ бұл жерде. Бұл жерде енді еңбек, таза еңбек. Көп адам ойлайды, тендерщиктер, бір оңбағандар отырып, бюджеттер анда газель машина келеді, соны сен мынаны алып кет, мен мынаны алып кетемін деген сияқты әңгіме болады деп ойлаймын. Олай емес. Бұл жақта таза мына маңдай термен еңбек ететін салада бұл. Бірақ егер де әрекет жасаса адам, бұл жерде нәтиже жақсы шығаруға болады. Онлайн форматта барлығы үйден шықпай, мәселен. Мен бір телеарнада жұмыс істедім, қазір атауын айтпай қояйын. Бастапқыда тендерді бастаған кезде мен өзімнің жұмысымды тендермен бірге алып жүрдім. Мен ешқашанда адамға айтам, ойбай, мына жұмыстан шығыңыз, тек қана тендермен айналысыңыз деп айтпаймын. Егер де сіздің тендерден пайдаңыз, жалақыңыздан жоғары болса, онда ойлануға болады. Кетуге болмаса жұмысты қойып тек қана тендермен айналысуға. Көп менде декретте отырған аналар үйде отырады да, балаларын ұйықтатып, түнгі 1 уақытында тендерге кіреді деген. Бұл сайт қой, 24/7 жұмыс істей береді. Кез келген уақытта
сізді осы эфирге шақырып нетіп отырған себебім де сол. Мен ана постоянно мысалға келтіремін ғой, біз мына Шелек ауданы жақта Алматы облысының ұйғыр ұлттарымен көп көрші тұрдық. Біздің өзім келін болып түскен ауылымда да түрік, ұйғыр, дүнген сондай кісілер көп тұрады да, басқа ұлттар. И олар бақша себеді, бір жер емеді деген секілді. Біздің қазақта енді бір ондай дүниеге бір ебіміз жоқ па, ексек шықпай қалады, жаңағы сиыр шайнап кетеді, жел болып қалады, біз еккен жылы жаңағы су келмей қалады арыққа, сондай бір өзі сондай халықпыз ғой негізі. Сонда мына көрші Өзбекстанды, Қырғызстанды бәрін қараймын да, енді олар қазір ползункиға дейін тігіп жатыр, носкиге дейін шығарып жатыр. Біздің қазақ әлі ұйықтап жатырмыз. Өзбектер уже промышленность бастап кетті. Біз әлі жатырмыз. Бізге осы не нәсіп бұйырады екен осы деп сөйтіп мен осы шетелдерде қазір мына оқып жатқан жерлерінде мына адамның психологиясын, миын тексереді ғой, көп компьютермен жаңа технологиямен тексерген кезде біздің вообще мен алдында да эфирде айтқам, біздің неміз вообще структура головы, біздің миымыз бәрі жапондықтарға, корейліктерге ұқсайды. Біздің мысалы корейцтер Samsung дейді, LG дейді, жапондықтар енді новый қазір нанотехнологиялар дамып жатыр ғой енді искусственный интеллектпен. Сонда маған прям сұрақ қойған кезде маған айтты, қазақтар прям интернет, сендердің кәсіптерің, күліктерің міне телефон, сендердің миларың вообще интернетке өте жақсы дамыған, IT технология, онлайн жұмыс осындайға жақсы дамыған. И мен прям мына ораза айында да оған дейін де Құдайдан тілеймін осы қазақ осы бір жерін сөйтіп жарып шықса екен деп. Сол үшін осы эфирге шығарып, мен енді көп адамдар отыратын болғасын ойлаймын да, осы қыздарға әйтеуір шұқылап бір жерінен кіріп бір 2 ай осы курсты оқыса да өте қатты мүмкіндік та, мысалы жаңағындай ешқандай ешкімге жемқорлықпен айналыспай, біреудің бірдеңкесін барып ала жібін аттамай, ұялмай, таза өзіңнің жаңа аттақ бетіңмен дейді ғой, жасайтын еңбек деп ойлаймын да. Бір шетінен әйел адамдарға ең оңай жұмыс, жақсы жұмыс ол үйде отырып компьютерда онлайн осындай жұмыс істеген өте жақсы деп ойлаймын. Сондықтан қазір мен мына жерде прикрепить ететін нәрсем болып жатыр. Сіздің осы курстың ерекшелігін айтып жіберсеңіз. Ерекшелігі бұл жерде енді мен Құралай ханым бұл курсқа тек қана өзімнің тәжірибемді, мен өзім адам практикпін да, өзім саласында Казгуда бір нәрсені үйреттік, телеарнаға барған кезде өмір вообще басқашалай екен да, монтаж деген мүлдем басқа деген сияқты. Теория мен практика. Менің курсымда теория бар, бірақ көп емес. Көбінесе менде сабақ практикаға негізделген. Сонымен қатар мен өзімнің курсымда, мәселен, егер де онлайн форматта үй тапсырмасы орындалмайтын болса, келесі сабаққа доступ ашылмайды. Үй тапсырмасын орындау міндетті. Бұл мен бұлай жасау себебім адамдарды кішкене әрекетке итермелеу. Басында ондай болмайтын менде. Біздің көп менің шәкірттерім жүре беретін да, әлі уақытым бар, қойшы әлі. Соңында ең соңғы күні күйіп атқан кезде уже шығып сабақты орындап деген сияқты. Менде қазір ондай емес. Егер сабақ орындалмаса доступ берілмейді. Сосын группаға бөлдім мен. Бастапқыда бір потокты, бір чатқа қосатында қазір 10 адамнан бөлем. 10 адамда бір куратор болады. Себебі сұрақтар енді көп туындайды. Кейбір адамдар келіп мүлдем компьютермен жұмыс істей алмайды. Кейбір адамда түсінік бар деген сияқты. Енді кез келген сұраққа куратор жауап береді. Мен де өзім консультация беремін. Сонымен қатар менің сабақтарымда 80% практика деп айтыламын. Мәселен, бір сатып алу методты өтеміз ба, бірден үй тапсырма. Осындай методқа қатыс, заявка бер. Бұлай санайсың. Бізде өкінішке орай, Құралай ханым, көп адамда қаржылық сауаттылық деңгейі мен құқықтық сауаттылық деңгейі енді жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Біздер дұрыс санай алмаймыз. Өзіміздің құқығымызды өзіміз қорғай алмаймыз. Заң аясында көп жағдайда өкінішке орай жұмыс істей алмаймыз. Менің үйретіп жатқаным, кез келген тендерді парасыз, таныссыз, көкесіз тек қана заң аясында ұтып ал. Егер де курс алып, оқып, бірақ үй тапсырмасын толық орындап, толық әрекет жасап, бірде-бір тендер ұтпаған жағдайда келісім шарт бойынша, бізде келісім шарт болады. Толық курсқа төленген қаражат қайтады. Тек қана сөз қана емес. Договор бойынша. Себебі қазір бізде бұлай үйреніп қалған ғой адам. Мен мәселен сізге бір нәрсені уәде берем, осын жасап берем дейді, сөзбен, сосын ол орындалмайды, сол беті қалады, қойшы деп қаламыз. Бізде келісім шарт бар. Келісім шартқа қол қойылмаса сабаққа доступ берілмейді. Ол келісім шарт адамның өзіне керекті ертең. Мәселен, тендер ұтпаған жағдайда уже келісім шарт бойынша келеді, ақшаны қайтарамыз. Ал егер де курс сатып алып, бірақ үй тапсырмасын орындамаған жағдайда
әрине тендер ұтпайды, бұл енді логика ғой, иә. Кейбір адамдар ойлаған, қазір мен ойлап қалады да, курс сатып алайын, сосын ойлайды, мен бір какой-то таблетка ауыздарына салып жіберемін да, все, біттім, миллионер. Мен айтамын, бұл жақта олай емес, тендер ойыншық емес. Бұл жерде жұмыс жасау керек. Керемет жауапкершілікті қажет ететін кәсіп. Себебі сіздің сатып алушыңыз бұл қарапайым адам емес, мемлекеттік мекемелер. Бұл жерде жауапкершілік деген нәрсе болады. Егер де өзіңізге мына мойныңызға алған міндеттемелер келісімшарт бойынша орындамайтын болсаңыз, қара тізімге деп қаласыз. Черный список, реестрде поставщиков деген болады, иә? Сондықтан да 2 жылға компания бұғатталып қалады, ешқандай тендерге қатыса қалады деген сияқты, иә? Өте жауапкершілік өте жоғары, бірақ әрекет жасаймын, еңбек етемін деген адамға мархабат. Мінекей 23.302 тендерге конкуренция болған жоқ. Бұл демек 23.302 мүмкіндік қой, былай қарасаң, иә? Кез келген нәрсе сатып алады. Вот солай айтайын деген. Бізде сол, сізмен, Сабина ханым, сізбен сөйлесіп отырып, мен өзім қазір керемет бір өзіме жауаптар алып отырмын да сұрақтарыма. Мен 2016-тан бері сабақ өтіп келе жатырмын. Инфобизнесті қазақша бастаған мен негізі көп. Қанша онлайн сабақтар, офлайн сабақтар. Мен біраз уақыт болды, уже 5-6 айдай вообще сабақты қойып қойдым, өткізбей. Мен сол кездегі ең бірінші, қазір ол жауаптар маған келді алдында да. Мысалы, мен сабақты сатам пәленбай адамға. Сосын оның ішінде өзі бір отличницалар бар. Жаңағы вау деп, жаңағы губка секілді сіңіріп алады да, берген тапсырмаларды жасайды. Мен оның соңғы бір курсында өзгеріс деген телеграмда жасадым. И прям четко, так берген күні 10 күн, 10 сабақ бар, 20 күн черезден беріп отырам, күнделікті жауаптарын жазып отырады, нетіп отырады. Арасында енді жаңағындай бір бала былай, бір бала өкінішке орай деген секілді құдаларым келіп қап еді, бүгін біз жылқы сойып едік, жаңағы кешегінің нетпеңші, мен енді қорқытамын, нетемін, енді өзім шарттарым бар. Егер де осы тапсырма осы күні нетпесеңіз сізді чаттан шығарам, или все, уже ақшаңыз қайтпайды десең, жаңағы өлген мынандай поэма сообщение келеді. Жаңағы енем кеп қапты, ауырып қаптым, температура, балам ауырып қапты, бірдеңке де шірдеңке, енді аяйсың, енді ақшасын төлеп нетіп отырып оқысыншы. Кейін түсінгенім, жаңағы бір процент, енді закон Паретто дейді ғой, 80-де 20, мектепте де класста да 20% қана оқиды, қалғаны жаңағы өкінішке орай. Сол 20% оқиды да, қалғандары жаңағы түк білмегеннен кейін артынан мынандай қылдырып сөз айтады. Бардық, оқыдық, дым, ол жаңағыдай да, бір как будто мен оның басын таяқшамен бүйтіп ғажайып бір түртіп жіберіп, ол бір күнде Құралай ханым бола қалды, или там Сабина бола қалды деп ойлайды да. А ол кішкене жаңағыдай тыпырлау керек, өзінің жаңа жалқаулығын басу керек, тұру керек, жауапкершілікті. Мен жаңағыда беріп жатқан курсты кішкене миды қозғау керек деген секілді ойламайды да, ойлайды. Осы жақында ғана интернеттен оқып едім бір жерден. Маған арықтаудың бір жақсы кеңесін айтыңызшы дейді да, сосын только, пожалуйста, тамақ жеме, жүгір, спортпен айналыс емес, бір какой-то бірдеңкені алып, өртеп, жағып, сосын жасықтың басына қойып, таңертең оянған кезде мен апарып болып шықсам екен деп та. Адамдар сондай бір чуданы армандайды. Енді бұл енді феодализм 19 ғасыр, қазір 21 ғасыр, білмеймін, бұл 15 ғасырда жүрген адамдарсыздар деп айтар едім енді ондай адамдарға. Сондықтан мен де өзімнің курстарымды енді болашақта жасап жатсам, прям четко сондай бір жаңағы сіз неткендей бір ответкамен конкретно вот алдың ба, мантыны бердің ба, до конца бітір деп балаға ұрсамыз ғой. Сол секілді жеп көр, дәмін көр, істе, қолдан, өміріне қолдан. Түк қолданбаған адам, түк мида жоқ, қатын қағыс естейді, қалған ертең естейді деп, ертесі күні келеді да, жаңағындай артыңнан мынанша сөз айтып жатады да, сен мына жерде жұртың қазақ болып жаңағы өліп, еңбектеніп жүрген вообще далада қалады да. Сондықтан енді сіздің қазір осы жерде де маған көп. Мен Құралай ханым, мені көп адамдар неміс дейді, неміс, қазақ емессің, сен неміссің дейді. Неге десем, постоянно бір договормен жүресің дейді, бір какой-то қағаз қоймай қояқшы, айналайын. Жоқ деймін мен. Келісімшартқа қол қойыңыз, кейін ғана сізге доступ ашылады. Неге? Бұл құқықтық сауаттылық, Құралай ханым. Мен, например, тендермен жұмыс істеп үйреніп қалған адам, менде келісімшарт болады, менде өзімнің жауапкершілігім бар, жаңағы заказчикте өзінің жауапкершілігі бар деген сияқты, иә. Бұны біз тәрбиелеуіміз керек. Көп мәселен адамдар сөзбен ғана айта салады, ой, давай мен сөйтем, бүйтем, қатырам, ертең жоям, қырам дегенде, уже жаңағы әрекетке келген кезде, или бір тақалған кезде, қолынан кимеген кезде қаша бастайды, например, да, даже любой нәрсе біз үйге бір нәрсе сатып аламыз ба,
курсында кез келген бізде көп жағдайда келісім шарт жоқ. Менде келісім шарт. Адам өзінің, мен өзімне алған міндеттемелерді 100% орындаймын. 100% ол үшін барлық жағдай жасалған. Мәселен, айтыңыз, қаншама ақшамен тендерді бастауға болады? 50 мың теңгемен. Мархабат, менің кезінде жалақым 41 мың теңге болады. Мен 41 мың теңгемен бастап кеттім. Вот Аллаға шүкір, жалғыз басты анам мемлекеттен бір алақан жайып бірдеңке сұраған емеспін да. Бірақ егер де, например, қаражат жетпеген уақытта біздер инвестиция береміз. 100 миллионға дейін береміз. Егер әрекет етіп жасайтын адамға 100 миллионға дейін мархабат, келіңіздер. Ол арнайы пакет бар инвестициямен. Ешқандай қысылмайсыз. Өзіңіздің бір тиыныңызды салмай тендерге қатысып пайда таба аласыз деген сияқты. Енді біз тағы да сіздер үшін не істей аламыз деген сұрақ туындайды. Барлық бар, кураторда бар. Ол адамдан бөлінген. Зум кездесулерде болады, мотивация болу үшін. Сабаққа доступ ашылмайды егер де сен үй тапсырмасын орындамаған жағдайда деген сияқты. Ең бастысы жалқаулықты қойып әрекет жасау керек. Мүмкіндік өте көп. Мүмкіндік шексіз. Тендер бұл сатудың бір ғана жолы. Мен әрқашанда айтамын. Бір ғана инструменті ғана. Қаншама кәсіп дамытудың бәленбай инструменті бар. Таргет дейсің ба, андай мындай деген инструменттер көп. Тендер бұл бір ғана пайда табудың, кәсіптің сатудың бір ғана жолы. Егер осыны егеріп алсаңыз, мен мәселен өз курсыма гарантия беремін. Әрекет жасасаңыз, әрекетке берекет. Түбінде жетесіз. Сонда мен шәкірттерім Құралай ханым былай ғой, тендер ұтып алады. Ол кісілер ойлайды, ойбай, тендер ұтып алсам, әгі жерде заказчик айдаһар, үш басты дракон, мен кезем аузынан от шығып мені бір күйдіріп жібереді или өлтіріп жібереді деген сияқты да. Сосын қандай или жатқа жазады, ойбай, біз сияқты қарапайым адам екен ғой, товарымды алып келдім, өзі тасыды, көмектесті деген сияқты бір шок болып қалады да ана кісілер. Мен айтамын, конечно, өзіміз сияқты қарапайым адам, заң аясында жүрген адам. Ешкім пара сұрамайды. Ешкімнің басы екеу емес. Бұл пара сұраса, ертең отыру да мүмкін. Бұл жерде қылмыстық жауапкершілік бар бұндайға. Қазір ондай жоқ. Пара сұрау, таныс болу, барлығы онлайн. Мына жерде қыздар сұрап жатыр, Қырғызстаннан қатысуға бола ма деп. Менде Қырғызстан, Өзбекстан көп отыр. Егер де Қазақстан мемлекетінің, әр мемлекетте негізі, мемлекет өзіне қажетті нәрсені барлығы тендер арқылы сатып алады. Бірақ әр мемлекеттің заңы басқаша. Егер де сіз, например, мен айтқандай Барселонаға барып тендерге қатысқам, ноутбук, керегі ноутбук, Wi-Fi, ЭЦП болды, компания, банковский счет болды. Мен Барселонаға барам, сонда деп отырып заявка берген. Егер де сіз Қазақстанның азаматы болсаңыз, әлемнің кез келген нүктесінен қатысуға болады. Но тек қана Қазақстан мемлекеттің азаматы болу керек. Сондай. Сіз ұтыс жариялап жатыр екенсіз. Сол ұтыс туралы айтасыз ба? Осы курс аясында болып жатыр ғой да? Ұтыс жоқ, ұтыс қазір бізде мысалы көп адамның мәселен қалтасы көтермейді. Кейбір адамдардың, көп демей қой, кейбір адамдардың. Ол кісілерге мүмкіндік беріп жатыр, кім белсенділік танытады, біздерде курс ұтып алу мүмкіндігі бар. Бір курс ұтып алу мүмкіндігі бар. Сол жаңағы сіздің именно осы тендерге байланысты өткізетін курсты, иә? Иә, ол біздің парақшаға жазылу керек, сондай. Ал курсты бөліп төлеуге бола ма? Бағасын сұрап жатыр мына жерде. Болады. Төменде осы номерді көрсетіп қойдым. Сұрақтарыңызды осы номерге. Курс бағасы енді модуль 75 мың теңгеден басталады, толық курс 160 мың теңгеден басталады. Бөліп төлеуге болады, иә? Ол бөліп төлеуге болады, әрине. Болады. Курсқа еркек адамдар қатысуға бола ма деген сұрақ қойып жатыр. Әрине. Қараңыз, Құралай ханым, тендерде махаббат жасқа қарамайды деген әр адам естіген шығар, иә? Тендер неге қарамайды? Біріншіден сіздің гендерлік ерекшелігіңізге қарамайды. Әйел адамсыз ба, ер адамсыз ба, бәрібір. Екіншіден сіздің жасыңызға қарамайды.
Баяғы жас болсаңыз мен сізбен жұмыс істеймін, кәрі болсаңыз қойшы жұмыс істегім келмейді деген әңгіме жоқ. Менде пенсионерлер де оқып жатыр, нәтижеге жетіп жатыр, иә. Студенттер де оқып жатыр, ол разница жоқ. Кейін сіздің әлеуметтік статусыңызға ешкім қарамайды. Үйде отырған анасыз ба, кәсіпкерсіз бе, ең басты заң аясында тендер ұтсаңыз болған. Сіздің тұрғылықты жеріңізге ешкім қарамайды. Маған жиі қойылатын сұрақ былай да, біз енді ауылда өскенбіз ғой, бізде кішкене самооценка деген төмен ғой. Сонда көп айтады да, ойбай, мен ауылда тұрам, қалан адам сияқты емеспін, маған шанс жоқ шығар тендер ұтуға дейді. Разница жоқ, ауылда тұрасыз ба, қалада тұрасыз ба, разница жоқ, қатыса бересіз. Сіздің қалтаңызға ешкім қарамайды. Мәселен, мен ондай бай емеспін, бір депозитім жоқ, жүрген автокөлігім жоқ, или көлігім нашар, киген киімім онша емес деген сияқты әңгіме жоқ. Ешкім оған сіздің қарамайды. Ең бастысы білім, заң аясында тендерді ұтсаңыз, кез келген заказчик сізбен жұмыс істеуге міндетті болды. Бұл жерде тек қана қажет құқықтық сауаттылық 1, екінші қаржылық сауаттылық 2, үшіншіден ынта. Еңбекқорлық керек, басқа ештеңе керек емес. ИП болу керек па дейді? Әрине, ИП болмаса ТО болу керек, бірақ ИП мен ТО-ның ашпас бұрын бұл жерде ең басты айырмашылығын түсірейік. Бұл екі компанияны ашудың өзінің процедурасы да бар, айырмашылығы бар. Толық бұл туралы мен сабақта айтамын. Содан кейін 22-ші жыл айтқандай бір күшті жаңалық бар. Баяғыда айтатын ең төменгі баға ұтады дейтін. Қазір 22-ші жылдан бастап Тоқаев өзгертті. Ең төмен баға ұтпайды. Ең төмен баға ұтпайды. Мүмкін ұтпай қалуы мүмкін деген сияқты. Оны алып тастады. Қазір демпинг деген түсінік бар. Демек, тағы да баяғыда, например, 22-ші жылға дейін ең төмен баға ұтатын бір сатып алу методы. Қазір ондай жоқ. И еще керемет мүмкіндік мемлекет жасап жатқан. 23-ші жылға дейін салық төлеуден босатылғанбыз. Салық төлемейсің. Қаншама ақша тапсаң да өзің білесің да. Салық төлемеуге 23-ші жылға дейін бізде сіздерде 8 ай ғана қалды. Мұғалімдер қатысуға бола ма? Қазмұнайгазда жұмыс жасаймын, қатысуыма бола ма? Деген сұрақтар келіп жатыр. Менде бар ғой, Құралай ханым, былай болды. Мен негізі оқытам деп ешқашан ойлаған емеспін. Телеарнада жүрген кезде тендер ұтам, тыныш барып жасап келемін, сонда әріптестерім сұрайтын, сен осы немен айналысасың? Алакөлде база отдыхам бар мен. База отдыхам ұрып жатсың, ақша қайдан деп мен сұрайтын да. Мен айтатын, ой, тендермен айналысам. Неге ол тендер бізге айтшы деп сұрағанда, қойшы басымды қатырмай қой, қиын. Мен конкуренциядан қатты қорқатынмын. Шынымды айтайын сізге. Ешқашан оқытам деп ойлаған емеспін. Бірақ логически адамның өз санасы өзгереді ғой. Дәл қазір мына жақта неде госзакупта қазір дәл қазір жаңа көрсеттім ғой сізге. Қазір айтам 138.068 тендер жарияланды. Менде қазір жалғыз емеспін, командам бар, командам 24 сағат ұйықтамаса, мен 24 сағат ұйықтамасам, 2 қол емес 10 қолдан болсын, жан-жақтан заявка берейік. Бұл тендерлердің бәріне қатысу мүмкін емес мен үшін, да? Сондықтан мен ашығын айтам, мен пайда табам, инвестиция беріп пайда табам. Например, бұл жерде масштабирование дейді ғой, да? Мәселен, сізде қаражат болмаса, мен 100 миллионға дейін берем, бірақ таза пайданың 70%-ын алып қалам. Сонда мен көбірек тендерге қатысам. Ашығы, как она есть. Прямой айтатын адамды бетке үйтіп айтатын да емеспін. Как она есть. Мен пайда табам, масштабирование, сол үшін оқытып кеттім. Конкуренциядан қорықпаймын. Сатып алудың барлық методтарын үйретемін. Мен одан инвестициядан пайда табамын. Кем дегенде бұл жерде 1,5 миллион пайда болу керек. Егер де 1,5 миллион теңге пайда болса, онда компания толық қаражатты салады. 450 мың теңгесін шәкіртім алады, 1,050,000 біз аламыз. Бізге де жақсы, шәкіртімізге де жақсы. Ашығы. Керемет. Енді инвестицияны қазір қарапайым халық енді ғана үйреніп, енді ғана құлаққа былай отырып келе жатыр ғой. Қатып жатыр дейді. Менікі ма, жоқ, Сабина ханым қатып жатыр ма? Естіліп жатыр ма? Сіздер жүрек баспаңыздаршы ма? Жүректі басқан сайын. Госзакупқа да оқытасыз ба дейді. Сосын жаңа Атамекеннің бизнес-план бірден келемін, тоже оқытасыз ба, түсіндіресіз ба деген сұрақтар. Атамекен ол бөлек, бірден айтайын. Госзакупта мемлекеттік сатып алулар дәл қазір Қазақстан мемлекетінде 15-ге жуық платформа бар. Ең бастысы бұл госзакупта. Алғашқы қадам көрсеттім ғой, бұл госзакупта. Неге? Себебі бұл жерде
былтыр 11 триллион 700 миллиард теңге игерілді. Сатып алулар өте көп. Барлық мемлекеттік мекемелер осы сайтта заказ жаңағы сатып алуларын жариялайды да. Бұл алғашқы қадам. Кейін самұрық қазына бар. Нацкомпания, да, например, Қазмұнайгаз, Кигок деген сияқты компаниялар өзінің сайттары бар. Митворк деген сайт бар. Ол, например, Даму, Жилстройсбербанк, Отбасы банк деген сияқты. Сондай оның сайттары бар, да, например. Поэтому бізде 15-ке жоқ платформа бар. Мен әрқайсысын бөлек оқытам. Маған ең бастысы мен шәкіртім білімді болып, әрекет жасап, нәтижеге жеткенін қалаймын. Сондықтан да қаншама сатып алып алып, бір платформаны аламын да от и до үйретем. От начала и до конца деген сияқты. Үйтіп шапочно үйретпеймін де, мынау таныс болыңыз, бұл госзакуп, сау болыңыз деген сияқты әңгіме жоқ. Сәлеметсіз, бұл госзакуп дейміз, госзакуптың өлгенше қаншама сатып алу методы бар, барлығын жыртыл қазақ деп осыны үйренеміз айтпақшы. Елуде елу жасамайсыз ба деп адамдар мына жерде жазып жатыр да, жаңа сіздің 70-те отырсыз. Достар, сіздер банктен барып процент алып көріңіздер. Сіз вообще бірінші дәмін татып көріңізші, ол қандай еңбек, қандай не екен. И біреу саған дайын ақшасын беріп жатқан кезде, и оның бәрі сенің договормен, келісімшартпен бәрі қолыңда түк жоқ. Вообще біреуден ақша алып, мен енді өзім балабақшам болды кезінде, қазір дегенді бизнеспен жүрмін. Ол ақшаны алу деген оңай нәрсе емес қой. И саған біреу, білмеймін, ол инвестиция құйып жатса, бірінші алып көру керек, бірінші. Түс мәшинеден деген анекдоттар сияқты. Әлі жасалмаған дүние, неге елуде елу емес деп. И жандарым, айтыр. Кәсіпкерлерге ғана арналған ба дейді. Мұғалімге де, ұстазға да. Мұғалім туралы айтайын. Вот, менде, короче, бір апай курс сатып алып дейінші. Сосын онлайн оқып, бір күн звондайды, сәлем, Сабина, қызым дейді маған. Сәлеметсіз, мен сенің курсында ең үлкен адам, жасым 56-да дейді. Не оқып қалды апай дедім. Мен курсты оқыдым. Оказывается, ол кісі компьютер қосуды білмейді екен. Сөйтіп, короче, курс оқыған, ол кісі түк түсінбеген. Бізде продление 10 мың теңге тұрады. Сол айтады, маған енді тегін продление жасап берді. Енді жасыңыз үлкен, сөзіңізді жерге тастамайын, жақсы жасап берейін дедім. Бірақ апай дедім, сізде бірақ қана айыңыз бар. Ол кісі қазақ тілі, қазақ әдебиетінен сабақ береді. Гүлжахан апай, бізде инстаграмда бар, қарасаңыз болады. Сол кісі бір ай деп мен оған сұрақ қойдым. Бір-екі күннен кезде, Сабина, қызым, мен тендер ұтып алдым, домбыра 100 мың теңге таза пайда. И как понеслось ол кісіге. Тендерді бірінен соң бірін орындайды. Күнді сабақ береді, кешкісін тендерге кіріседі деген сияқты. Сосын мен ол кісіге айттым, сіз шетелге барып көрдіңіз ба вообще дедім. Пайдаға не істейсің? Қызыма ананы алып бердім, ананы балам алып бердім. Не пойдет дедім олай. Өзіңіздің арманыңызды орындайсыз. Шетелге бардыңыз ба десем, жоқ, өмірінде шықпаған емеспін. Шетелге шығасыз. Дубайға барып келді ол кісі. Бүйтіп келді ғой. Ел көрген, жел көрген қалай екен деп. Мен айттым, қалай Гүлжахан апай, сіздің өміріңіз енді басталды ма десем, иә дейді ол кісі. Сол кісіден тікелей эфирге шақырып едім. Мен мұғалімдер қаптап кетті бізде. Тіпті физкультураның мұғалімдері жүр бізден. Әр пәннен мұғалімдер бар деген сияқты. Бар. Болады. Сонда Гүлжахан апа секілді адамдарды қоса аласыз ба? Вообще осы эфирге айтып беретін. Егер де мен шәкірттерім болса, пожалуйста, сізге запрос тастасын. Кім тастайды, қоса беріңіз. Мен шәкірттерім кейде бейді отырады да, сосын өздері қосылады. Эфирде танысамыз, көбісі онлайн. Осы эфирде бұрын Сабина ханымда оқыған нақты, мен осындай, маған потому что анандай нақты бір тәжірибені естігім келіп тұрды, жаңағындай домбыра деген секілді четко бір не істеген. Проблема жоқ, если бар болса, давайте мен шәкірттерім қайда, қосылыңыздар, бар болсаңыз, запрос жіберіңіздер. Кейде қызық болады, Қалай ханым. Өйтіп тікелей эфирде өзім арасында шығып тұрамын да, запрос жіберіп, қоса салсам менің шәкіртім. Онлайн оқиды, олардың түрлерін былай зумда ғана көресің, сонда тікелей эфирде отырып танысамыз да, болса запрос жіберсін. Сіздің парақшаңыздан гранттар туралы көрдім да, сол гранттардың не ол, қандай гранттар, соны кішкене түсіндіріп жібересіз ба қазір мен мына жерде? Мен негізі, Қалай ханым, былай ойлаймын да, қаңтар қырғыны болған кезде мен жаман болып қалдым да, біздің қарапайым халықтың, біз Алматыда ол кезде, сонда қатты нет қалдым да, шошыдым. Бір туалетный бумаганы әкетіп бара жатыр деген тегін нәрсені жұлып қалу, алып
қалу дегенге мен таң қалдым да, кәсіпкерлерге жүрегім ауырды. Ну, былай қарасаң, біздер қаншама күн үйде отырып қалып, барлығын қарап отырмыз. Сонда былай қарасаң, қаңтар қырғыны әр адамға ол өте қиын да. Мәселен, полиция қызметкері қаншама адам қаза тапты, қарапайым халық қаншама адам қаза тапты. Сонда мен шештім, егер де қаңтар қырғынында өзінің қамқоршысынан айырылған отбасы болса, ол отбасына мен апрель айында өзім гранттар туралы жариялаймын, уақытын тегін, курсты тегін берем. Кураторлармен дәл сондай. Просто бұл мүмкіндік, өздерін просто бір отбасы болады, ол қамқоршысынан айырылған, мәселен, полицейский қаза тапса, әйелі бала шағасы қалды, олар үйде отырған, ешқандай жұмыс істей алмайды деген сияқты. Сол кісілерге мүмкіндік тегін берем, бірақ құжаттарды тексерем. Мен баяғыда неотложка деген бағдарламада жұмыс істедім. Біздер қайырымдылықпен айналысатынбыз, сонда қаншама адамға көмектестік. Кейде маған директке часто келеді, бір күн жазыпты біреу, балама срочно операция керек, ойбай, порок сердца дейді. Мен айтам, құжатыңызды жіберіңізші, көрейік. Сөйтіп маған құжат жіберіп жатыр, цирроз печени. Мен айтам, сіздің балаңызда сонда мен ұқпадым, цирроз печени или сізде порок сердца ма дедім, ол инста парақшасын удалить етіп жоқ болып кетті. Өкінішке орай алаяқтар өте көп. Бірақ шын мәнінде қаңтар қырғынында кім жаңағыдай айырылды, біз оған береміз. Ондай бар. Уақытын біз Тендервин парақшасына жазылып қойсын, егер де кімде де таныс болса, соған айтсын. Саламатса. Міне сіздің шәкірттеріңіз запрос жіберіп жатқан қыздар. Есіміңіз кім? Қош келдіңіз. Қалайсыздар? Қасиетті Рамазан айы оразамыз баршамызға қабыл болсын. Есімім Айдана, Қызылорда қаласынанмын. Қазір Қызылордадан хабарласып тұрсыз ғой? Иә, Қызылорда қаласынанмын. Толқып тұрмын ғой. Негізі осындай жас қыздардың оқып, өсіп, дамып жатқаны қатты маған қуантады. Себебі алдыңғы толқын дейді ғой, алдыңғы толқын. Бұрын 2000 жылдары мен өзім сендердің возрастында 22-25 жаста Киевқа, Москваға, Турцияға, жаңағы Сингапурға өліп талып, сол барып оқып, білмеймін, сол кезде енді бізде менің салам бойынша, коучинг, жаңағы саморазвитие, психология бойынша сол кезде армандайтынмын, бір қазақтың біздің алдыңғы толқын бір әпкелердің бір айтары болса ғой, осыларды жеткізетін. Енді Совет үкіметінен қалған, жаңадан бүйтіп құрылған Қазақстан кезіміз еді ғой. Орыстарға барасың, жаңағы Брайан Трейси келеді, анау келеді, мынау келеді, сонда армандайтынмын. Бір ақыл айтып, миыңа бір жол көрсетіп беретін себебі кейде бір своя рубашка ближе к телу дейді ғой. Басқа бір орыстардікі бізге келмей қала ма, мүмкін олар орыстар ғой, мынау неміс, мынау татар деген сияқты қарайсың да, вот өзіңнің қазағыңнан сондай бір ақыл айтатын адамның болғаны жақсы да, негізі жолды өтіп, мына бір Касимсот сияқты жолды қарды күреп артынан жүрген оп-оңай ғой, рахаттанып зырылдап жүре бересің. Так что Айдана, сол 22 жасымда ең алғаш бір Қазақстанға, осы Алматыға, мына Анкара деген ресторан бар ғой, ой, отель. Сол жерге бір тренер келді, әйтеуір коуч. Сол кезде мен бір өзімнің жұмыстас үлкен апаймен барған кезде сол таң қалған маған. Обычно қазақтар келмейді, нетпейді, қазақтың қыздар оқымайды, осындай нені. Құралай, как твоим детям повезло депші. Соны Айдана саған айтқым келеді, как твоим детям повезло. Қазірден бастап осындай жас кезінен тендерді оқып жүрсең, білмеймін сен біздің жасым 25-те екі баланың анасымын, иә. Біткен тәте болып отырасың ғой. Әлемде Барселонаның тендерларын, ООНның жаңағы не дейді, Доминикана, неше түрлі елдердің, сондайды саған тілеймін. Не оқыдың енді мына бізге Сабина апайды айтып берші. Иә, жасым 25-те екі баланың анасымын. Мен де осы бала шағаның қамы деп әйтеуір бір жерде жатпауымыз керек. Декрет жатқан кезім негізі. Отпауымыз керек, бір тіршілікпен айналысуымыз керек. Интернет ақтарамыз, сіз айтқандай. Сөйтіп бір күні ақтарып отқан кезде Сабина ханым осындай прямойны тап болдым. Қарайын, енді тендерді жалпы естіп жүрген жайтымыз бар, енді естіп қаламыз, тендермен айналысуға болады, табыс көзін. Бірақ қорқыныш бар да, өзің бастап кетуге қорқасың. Жаңағыдай ойлаймыз, бәкелер болу керек, артында тіреп тұрған, солардың көмегімен жететін шығармыз деп солай ойлайтындығым. Бірақ енді Сабина ханым зерттейсің, несіне кіресіңіз, парақшасына кіріп қарайсың, осындай нәтижелерін көріп, қой мен де көрейін, қатысып көрейін, жаңағыдай жақсы жеңілдіктер болып жатыр деп қатысып, нартәуекел деп анау қараша айында сатып алған болатын, онлайн форматта курсын өттім. Жаңа бір қуантары, бір кереметі Сабина ханымның жаңа айтып отыр ғой, өзде бүкіл заданияларды міндетті түрде жаңа орындағаннан кейін барып ашам деген. Солай от А до Яға дейін бәрі, прям компьютердің мына батырмасын басасың, мына батырмасына дейін деп бәрін досконально түсіндірген. Онлайн форматын оқыдым.
шүкір, Аллаға шүкір, қазіргі таңда енді өтірік айтпай ақ қояйын, 10 тендерді жауып жатырмын. Даже қатыспай үлгере алмай жатқандарым қаншама. Ол сонда бір мысалмен айтып берші, бір тендерінде айтуға болатын шығар, құпия емес па? Жоқ, құпия емес, конечно, баста бүйтіп майда шүйде тендерлерге қатысамыз ғой. Одан жаңағы негізі ниша деп аталады бізде, не нәрсемен айналысасың, ол тендерде деген өте көп жарияланады да барлығы. Кірсең адасасың шынымен де ішіне. Жаңа еді 130 мың білмей. Иә, сонымен тұрамын да, мен өзім жаңа тігінмен айналысам, сол тігінді де қатысам, сонымен строительный материалдарды көрейінші, майда шүйдеден бастайыншы деп, майды моторный маслаларды ұтып алып, әп-әдемі киініп алып, моторный масла тасисың, строительный нелерді істейсің, әдемі кинол каблукты киіп алып, барасың моторный маслалар алуға, тасол алуға, күлет бәрі. Тендер ғой, тендер деп шығам. Шүкір, миллиондап тапқан кездерім болды. Қазіргі таңда да тауып жатырмын. Жаймен деп әйтеуір. Сонда бір жақсысы сен өзіңнің сол пәленбай тендердің ішінен өзіңе жүрегіңе қалайтын. Орындай аламын, пазубам дейді ғой. Иә, таңдап аласың. Кейде жаңа қатысам, көбінесе жаңа из одного источника деп жаңа Сабина ханым айтып кетті ғой, шақыртулар келеді, из одного источника, яғни ешкім қатыспайды, тек бір өзім ғана қатысып қаламын. Енді ондайларға енді придется отказаться. Өйткені үлгермеймін расымен, өзім енді қазіргі таңда бухгалтер болып та жұмыс жасап жатырмын күндіз. Жаңағыдай ғой, түнде кешке келесің, бала шаған қамымен үйде, одан кейін түнде отырасың, тендерлер қарап, сондай жайттар болып жатыр. Өте енді маған керемет. Мына қыздар қатысыңыздар, мына әрекетке берекет. Расымен маңдай тер деп айтып жатыр, расымен маңдай тер. Ол әшейін отыра салып, алып беріп, мен сатып алдым курсты, болды деп әрекет жасамай отыратын адамдар да бар әрине. Рас сол кісілерден ғой негатив туатыны. Ал біз расымен әрекет жасап, орындап, каждый жаңағы шагын жасап, оңайшылықты мен ақша келмейді ғой, расымен қарап отырсақ. Әрекет жасау керек. Сатып алған. Қазір ана Инстаграмда бір күлкілі нелер, мемдар қояды ғой, ана жалмаған етіп жүру керек. Иә, құлпылдап тұру керек қой десек. Құлпылдап отырмыз. Расымен құлпылдап тұрсаң. Қазақтарында осы эфирлерде алдында қыздарға айтатын, біздің қазақтардың армандауы былайда, Құдай-ай, маған Астанадан 4 бөлмелі бер, маған Lexus бер деп армандайды да, мен оны түсіндіремін да. Сен Құдайдан даже оразада тілеген кезде, таңертең тұрып аузыңды ашқан кезде сұрағанда, осы Лексусты алатын қасиет бер, қабілет бер деп сұрадым да, 4 бөлмелі үйді саған не үшін береді деймін да, бойыңда түк қасиет жоқ, қабілет жоқ, не тігін тіге алмайсың, не істей алмайсың. Сен Алладан ана 4 бөлмелі үйге мені жеткізетін, сол кезде саған Алла сондай бір шеберлік, кәсіп, немесе бірдеңке саған құйып береді, и сен сосын барасында миллиондап табасың да, спокойно таңдап жүріп, 4 емес 5 бөлмесін аласың деймін да. Соны менің қыздарыма енді бір жаңағы әрекет негізі менің коучингімді көбісі күліп айтады да, аффирмация айтып, армандарды жазып, мақсатты қойып жату керек деп, құр сөз деген секілді айтады да. Негізі міне нағыз істің жаңағы жететін шарттарын көрсететін курсты сатып алыңыздар да, пожалуйста, Айданадан оқыңыздар. Айдана, көп рахмет жаным. Өсе бер, өркендей бер. Айтып тұрмын ғой, енді сен біздің жасқа жеткен кезде енді вау деген тәте болайын деп тұрсың енді. Әумин, айтқаныңыз Құдай қаласа сол жолын келе жатырмыз деп, сіздердің аттарыңызды басып, Алла сіздердің жолдарыңызды берсін. Осы оразадан енді бекер шығып отқан жоқпыз, осындай тілекшімін. Рахмет, тағы біреулерді қосып жіберейін, иә? Жақсы, Қызылордаға сәлем бізден. Сен өзің өшірмесең, мен өшіре алмаймын қазір. Қарышы. Тағы кім бар мына жерде несін қосып отырған? Запрос жіберіңіздерші, Сабина ханымның жаңағы оқыған осы Айдана секілді қыздар болып жатса, осы жерде қосылам деп отырған. Тағы қандай қызметтер бар? Барлық. Кез келген айтып отырмын ғой. Скрепкадан бастап адамды жерлеуге дейін барлық товарлар, қызметтер, жұмыстар сатып алынады. Мемлекеттің өміріне не керек, соның барлығы сатып алынады. Маған жиі қойылатын сұрақтың бірі, тендер қашан тоқтайды? Мен айтам да, егер де біз Қазақстан мемлекеті ретінде жойылып кетсек, сол сәтте тендер тоқтатылады. Жоқ, бірақ келесі секундта біз мәселен қазақ елі болып, өзіміздің атауымыз өзгертетін болса, сонда сол секундта қазақ елі деген тендерлер жарияланады. Себебі мемлекет бұл тендерсіз өмір сүре алмайды. Мемлекеттің өміріне, жаңағыдай барлық мемлекеттік мекемелердің өміріне, жұмыс жасауына қажетті заттардың барлығы тек қана тендер арқылы сатып алынады. Қазір айта кететін жайт, коммерческий тендерлерде көп пайда болды. Себебі, например,
ірі компания, строительный компания, олардың өздерінің сайттары бар. Оларға да тендер тиімді. Себебі олар тендер жариялайды, конкуренцияны көреді, бағасын көреді, өзіне қажет затты сатып алады. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен бүгін ғана сторисқа салдым. Бүгін ғана отзыв келді. Өкінішке орай, қыздар емес, жігіттер де бар тендерда. Енді сіз Малиникта отырсыз, себебі мен 90% әйелдер көреді парақшамда. Есіміңізді айтып танысып жүрсеңіз. Есім досым, жасым 36-та, 5 баланың әкесімін. Алматы қаласынан, негізі Жамбыл облысының тумасымын. Қазір таңда мен өз басым тендерға TikTok-тан келдім. Сабина ханым көмекшісі болатын, Асем деген қыз. Сол қыздың TikTok-ын қарап жүрген кезде мен өзім суретке түсіремін, монтаж жасаймын. Сөйтіп ол қызбен танысып, сөйлесіп жүргенде айттым, сендерде жұмыс жоқ болса, сендерде көп реклама түсіресіңдер, мен жұмыс қалсаңдар, пока жұмыссыз жүр едім деп едім. Сен лучше тендер оқысайшы бізден деді. Тендер оқысаң, кішкене жұмыс табылады деп. А тендерді мен тек қана YouTube-тан, жарнамалардан ғана көремін. Мен де осы бәрі ойлап отқандай ойлайтын, таныстар болу керек. Ол жерде госзакуп дегенді көрсең, миллиардтаған ақша ол жерде деген таныстарына береді ғой деп, сондай скептический оймен жүрдім. Кейін ақырындап араласып, танысып, курсты оқи бастадық. Өзім қасымда дос балам бар, Аскен деген екеуміз бастадық. Наурыз айында бастадық біз. Наурыз айында курсты бастадық. Онлайн сабақ берді. Сабақты оққаннан кейін үй жұмыс жасайсың дейді. Келесі сабақ ашылады. Сөйтіп түнімен 4 сабақ қана оқыдым. 4 сабақ оқығаннан кейін мен бәрін білем деп өз үшін шештім. Мен бәрін білем болып. Мен мынаны істей алам дедім да. Госзакупқа кіріп, 1000 тал ручка бар екен, 110 теңгеден. Интернеттен қарасам 85 теңге деп тұр екен. Қой, осыған қатысайын, сосын көрейін қалай болатын дедім да. Жібердім. Бірақ заказ беріп жатқан кім екенін оқымаппын. Қарасам, Алматы облысы, Талдықорған қаласындағы облыстық сот екен. Өзім жіберіп алдым да қорқытып, қорсыннан ұтпаса екен. Қалай болады екен деп уайымдадым. Ұтқан жоқпын, қуандым. Одан кейін 3-4 күннен кейін медицинский бинтқа заявка бердім. Бізде өз жерде тендерда есептеледі. Есеп жасадым да, ол жерде ең бастысы жадный болмау керек та. Мысалы, бір адамдар түсіріп тұрса 95 теңгеге. Сен 90 теңге түсіре беруің керексің да, немесе 80 теңгеге түсіру керек. Сол кезде ұтасың да тендерді. Сосын мен ойладым, елдер енді 95 теңгеде тұрса, елдер 90 теңге беріп жатыр. Мен 82 теңге берейін дедім да. 82 теңгеден запрос жібердім. Ертең күн ашсам, почтама кеп тұр. Тендер ұттыңыз деп. Бірден группаға жазам Сабина апайға. Сабина, мен ұттым, не істеймін? Бұл кісі жауап бермейді. Мен жаза берем. Мен тендер ұттым, не істеймін? 2.950.000 теңге. 3 миллион теңгені тендерін ұттым. 25 мың штук бинт. Сөйтіп айтыр, бұл кісімен сөйлесіп, анан істейсің. Бұл жерде қорқатын ештеңе жоқ. Компьютер білмеймін деп отыр ғой. Бұл жерде бәрі шаблонный сияқты. Мысалы, тон аты деген кезде кнопканы бассаң, дайын тұрады реестрда. Соны таңдайсың, адрес қандай, осындай шығады, счетың қандай, мынау шығады, соны таңдап, басып қана қоясың. Бүйтіп жазып отыратын ештеңе жоқ бұл жерде. Мен де ойлайтын ғой, мынаның бәрін документация қалай толтырамыз деп. Жоқ, бәрі дайын тұрады. Тек таңдаласың. Варианттар сияқты ғой. Бір сұрақ, вариант А, Б, В, осыны таңдайсың, сөйтіп жібересің тендер. Енді 1 апрель күні бізде екінші неге шығу керек болған тендердің жауабы. База кішкене істемей қалды. Бүгін таңертең тұрсам, кеп тұр, қарасам 10.500.000 теңге автомобильный колодка ұтқанбыз автобусқа. Получается, бір айдың ішінде 4 сабақты оқып, мен уже екінші тендерді отырмын. Алла қаласа бүгін түнде Шымкентке шығып кетіп, колодканы алып, бұйырса Ақтөбеге апарамыз. Бұл екінші тендер. Айдан мен сторисқа салып қойдым сізді. 2 миллионнан асады, 2.550.000 болады примерно. Бір айда, иә? Иә. Бұл Құралай ханым бір тендерге, мәселен, оған 3-4 күн уақыты кететті, тендерді ұтты, заявка берді, міне бүгін ертең барады, аппарат, бір аптаның ішінде 2,5 миллион. Нормально же, правильно? 2.550.000 теңге шықса, біз 550.000 теңге, мен қасымда досым бар ғой, жолға деп есептедік та, сонда 2 миллион қалады, екемізге 1 миллион таза табыс болып тұр. Ал ана бинттан бізге 400.000 теңге табыс. Сонда 200-200 мыңнан.
Ол 1 миллион 200 мың теңге, мен 1 миллион 200 мың теңге бір айдың ішінде курсты оқып, тендерге қатысып, пайда тауып отырдық та сонда. Қорқатын ештеңесі жоқ, бәрі шаблон, бәрі дайын тұр. Мен енді психолог болғасын маған көп әйелдер хабарласады да, менің топ өзі бір проблемаларым бар. Ең бірінші неде тұрған бұл арақ, екінші енді ажырасу, арақ и не жаңағы ойын құмарлық. И оның бәрі азарт деп ойлаймын да, именно сіздің неңізден енді психолог болғасын, сізге психоанализ жасап, сіз андай азартқа кіріп алғансыз да уже. Бұның өзі де бір игра ғой, негізі біздің енді ер адамдардың сол азартқа, командный игрок қой, олар қасында біреу байғавать етіп жатқан кезде шапқылап жарыс. Енді ойлаймын, сіз деген бұл миллиондармен түп қалмайды деп ойлаймын, себебі бұл 4-ақ сабақты оқып бұндай дәрежеге жету деген. Енді респект сізге. Азартқа рахмет, азартқа кіргізетін ол жаңағы бала шағаны бағу керек, ақша табу керек. Енді елдер ұтып жатқан кезде қалай ұтыламын деп, колодкаға келген кезде 3500 теңге бір колодкаға тендер жайланған. Мен ойладым, жұрттар 3000 теңге береді, 100% 3000 теңге береді. Мен 2950 теңге берейін дедім да, 50 теңге түсіріп, ұтып кеттім да. Сол үшін жадный болмау керек. Айда көп табам деп ойламау керек та. Жартысы мынандай 50%-дай болса жетеді маған деп. Бір 200 мың тапсам жетеді деп. Сөйтіп қанағат қылып қатысу керек. А кейбіреулер 2 миллион табам мынадан. Көп бере берейінші дейді да, ұтпайды тендер. И жаңа ата сұрап отыр, ұтылса не болады деп. Бұл жерде ұтылса ештеңке болмайды. Победительдер деп шығады, тізім шығады. Егер ұтпасаңыз, болды, ары қарай басқа тендерге қатыса бересіз. Ештеңесі жоқ бұл жерде. Енді 130 мың списокта 130 мың тендер тұр, таңдап жүріп шекесін шертіп тұрып аласың ғой. Негізі мына психологияда әр ұлттың өзінің ойынына байланысты психоанализ жасайды да. Сонда бізде енді бәйге ғой, ат шабыс бәйге біздің мысалы. Жаңа орыстарда нелерде басқа болса, бізде именно қазақтың қанында бар да бәйге. Мен мына тендердің несінен ана бәйгені көріп тұрмын да, біреу 3000 қойса 2950, ол деген таңертең ояна салып хатыңды көру, ойбай мен ұттым деп, оның бәрі деген басқа неге барған кезде эмоция, оны жеткізе алмайсың. Эмоция, мен бүгін ғана сол эфирді өткізгенмін, мына жерде менің оқырмандарым көріп отыр. Ана бүкіл миллионерлердің автобиографиясын зерттеймін да, қазір сондай бір неге қызығып жүрмін да, өзім қалай адам жетістікке жеткен вообще. Енді тура мен секілді Алматы облысы там Нарынқол ауданы бірдеңке бұрышта туылған, қарасаң вообще миллиондарды бүйтіп көрсетіп жүр да, қалай деп. Сонда ана сезім жинайды екен да, эмоция жинайды екен. Адам чем больше эмоциональный, адреналин, не күш жиналған кезде таудың басына шығып жүреді, біреу Эверестке барып жаңа бүйтіп жатыр. Не деймін да, бұл не қасиет десең, оказывается, сол сезім екен. Эмоция. Тендердан мен соны сезініп отырмын да, что именно эмоция. Қымбатты арулар, менде осы жерде 1200 әйел отыр, қыз келіншек. Жаңағы күйеулеріңіз ойын құмар, күнімен телефонда жатады, танчик ойнайды, майнкрафт ойнайды десеңіздер, вот именно тендерға, сабаққа басып айлы кіргізіп қойыңыздар, осы досым секілді миллиондарды санап отырасыздар. Ер адамдарға конкуренция аз, өйткені біз автозапчасть, сондайлармен тендерларға қатысамыз да, әйел адамдар көп білмейді, содан кейін қатыспайды. Сол үшін ер адамдар болса, тіркеліңіздер, курс оқыңыздар, қатысыңыздар, ертең тендерлар бір жерде бір-біріміздің тоғаларымыз оқып қалатын шығармыз, ана кісі ғой бізде оққан, осындай тендер деп победитель болған кезде көреміз да. Эмоция демекші, сол жаңағы эмоция. Оққан кезде бірінші түсіндіреді курстарда, ертең жауап келген кезде өзің кабинетіңде нажағанда колокольчик тұрады, қоңырау. Сол жасыл болып тұр да. Тендерді ұтқан кезде немесе уведомление келсе қызыл болып жанады. Сол бірінші тендер ұтқан кезде ана қып-қызыл болып тұрған кезде басып алып отырсың ғой. Иә. Сонда деп бассаң жерде жазылып тұр. Тендер ұттың деп бітті ғой. Сабина ханым деп WhatsApp-қа жазасың, болды. Бізде енді мынандай шығар, енді осындай жетістікке жетіп отқан Сабина ханымға көп рахмет. Сабина ханым ана уақытта жетіп отыр. Керемет. Сабина ханыммен 4 дипломым бар, анау-мынау деп айтып отыр да, бізде қазақ анандаймыз ғой енді. Өте бір күмәнмен қараймыз да любой нәрсеге. Ана жұрттың бай-бай, менікі бабай деп отырған қыздар бар осы жерде. Енді досымның бір дипломы бар шығар, ол оқып алған шығар, ол тез 4 сабақты тез қабылдаған шығар, менің күйеуім мынандай деп отырған ойлар бар шығар. Сол жағын түсіндіріп беріңізші, қиын ба ол сабақты үйреніп алу? Менде диплом жоқ. Менде диплом жоқ. Мені 4 диплом бар, МБА бітірген десе, менің қыздарым қазір алар. Бәрінің жазатын сол ғой, елдің бай, менікі бабай, осы менің күйеуім бүйтіп ұқпайды. Біреудікі всегда ай көрінер көзіне дей ма, не дейді, сондай қызығып отырады ғой. Sana диплом жоқ дегенде қуанып кетті ғой. Міне дипломы жоқ адамдар оқып жатыр. Түрінен көрініп тұр оқымаған адам екен. Диплом жоқ. Мектептерге мен бұндай
эмоцияға, жаңағы оқуға, талпынысқа, мен бітті 4 сабақ көрдім, мен ертең ұтам деп отқан, итермелеп отқан, жаңағы бірінші айтып отқан, ол бала шағаны асырау керек. Енді екіншіден шын айту керек, бәрінде қарыз бар. Қарыздан құтылу. Осы қарызды, осы тендер алып жаппасам, мен басқаша жабамаймын. Тек қана осы тендер арқылы деп сеніп кеп, оқып, Құдайға шүкір ақырындап, айына бір тендер ұтсам да, миллион теңге тапсам да, маған деген қанағат былай жетеді. Мен қарызынан құтыла аламын деген сияқты. Сол қарыз ғана мен итерді, шыны керек. Жоқ, енді жарайды, ол түсінікті ғой. Мысалы, мен өзім программистпін, Политехнический Сәтбаев атындағы университетті бітіргенмін. Маған Инстаграм вообще 2013 жылы ашылғанда ойыншық болды да. Просто кнопкалар. Қазір ол Инстаграм кішкене Reels қосылды, анау қосылды, мынау қосылды. Енді қазір кірген адамға, может, ол қорқынышты, ол кезде маған вообще ол бір әліппе болды. Сізге сол жаңағы Сабина ханымның сабағын оқу, нету, жаңа кнопкаларды басу қиын болған жоқ па? Мысалы, оқымаған. Жоқ, ол жерде бәрі, мысалы, көп адамдар мен сияқты, мен ютубтан қарап үйренемін. Мысалы, телефон бір жерін настройка жасау болса, мен ноутбуктан ютубты қойып қоямын. Сосын мынаны басам да, сосын қарап басам, анан бассын, мен мынаны басам. Өстіп үйретеді ол жерде де. Сол жерден қарап үйренсеңіздер болады. Ол сабақтар сақтаулы болады. Ертең ұмытып қалсаңыз, қайталап көруге болады оны. Ешқандай қиын жоқ. 40 сабақтың 4-еуін ғана оқып, енді мен ар жағында 15 сабақта хитріс жасадым. Үй жұмысын орындаған сияқты болдым да, төмен жақтан тез қарап алдым, үй жұмысын орындамай қатысып кеттім. Қазықпыз ғой. Ал енді қыздар мына жерде мың қыз отыр. Досымға бір респект, рахметтеріңізді, кереметтеріңізді айтып, бір қолдап жіберіңіздер, осындай жетістікке жетіп жатыр екен. Сіздерге де жоқсты болсын. Курстың бағасын мына жерде міне номер тұр, соған хабарласыңыздар. Курстың бағасын Сабина апай тағы бір айтып жіберіңіз. Сабина ханым. Курстың бағасы 160 мың теңгеден басталады. 160 мың теңгелік курста консультация жоқ, куратор болмайды. 200 мың теңгелік курста куратор болады, консультация болады. Сондай бізде деген бар. Бұл енді консультация 75 мыңнан, консультациямен 100 мыңнан деген сияқты сондаймен басталады. И инвестиция кететін болсақ, үстінен 100 мың теңге қосады. Инвестициямен, например, 300 мың теңге. Офлайн, онлайн бағасы әртүрлі. Наставничество деген бар. Например, наставничество бұл жерде жеке жұмыс. Офлайн форматта айына 4 рет кездесеміз. Қандай да бір талқылаймыз, бірге заявка береміз, санаймыз деген сияқты. Ол енді бөлек жұмыс енді наставничество деген. Сондықтан бұл жерде консультация алу керек. Ең алдымен адамның өзінің оған қандай пакет қажет екенін менің балаларым айтады. Мәселен, бізде новичоктар оқиды. Мүлдем хабар жоқ, қандай кәсібі жоқ адамдар, бастайды. Кейбір адамдарда кәсібі бар уже. Бұл кісілерге продажасын көбейту керек деген сияқты, Кейбір әр адамның өзінің жаңа ситуациясына қарай айтады. Онлайн или офлайн, қалай қабылдайсыз информация. Кейбір адамдар онлайн қабылдамаймыз, бізге офлайн керек. Қасында бүйтіп указкамен тұрып, мынаған басасың, мынаны сөйтесің деп отыратын адам керек дейді. Ол енді консультация алу керек. WhatsApp-қа қазір жазса, бүгін үлгермесек, ертең консультация береді. Толық консультация алады. Курсқа регистрация жасалады. Ешқандай жоқ, проблема жоқ. Ең бастысы айтайын дегенім, қайталап айтамын. Тендер бұл ойыншық емес. Тендер бұл үлкен жауапкершілікті қажет ететін кәсіп. Егер де сіз тендерден пайда табуға дайын болсаңыз, шек жоқ. Досымдікі бұл 3 сабақ өтті. Бұл кісілерде, например, наставничествода еще плюс онлайн сабақ береді. Біз еще обучение біткен жоқ. Бұл ең бастамасы ғана. Бірінші, екінші тендер, например, бұл шексіз миллиардный тендер бар. 100 миллиондық, 50 миллиондық, 3 мың теңгелік, 5 мың теңгелік, 1 мың теңгелік тендерлер бар да, ол енді адамның өзінің мүмкіндігіне байланысты. Ол тендер енді жарыс болып тұр ғой, жаңағы нағыз бәйге күнделікті жаңа қарап отыру керек, онлайн отыру керек деген секілді. Ол жақта енді әртүрлі торг, кейбір сатып алып торг болады, онлайн отырып бағанды түсіресің ол жақта. Ал бұл жерде бағанды беріп қойсың, жауабын күтесің. Но бірақ тендердің дәмін сезген адамда реально азарт. Бұл кісілер уже бүйтіп тұрады, госзакупты қарауым керек еді, не шықты екен, қазір тамағымды ішіп алайын, сосын отырып қарайын деген сияқты. Олар уже тендердің дәмін сезген адам, пайдасын сезген адам, уже тендер госзакупты қарай береді, не жаңалық болатын қарай береді. Ондай бар да.
Эмоция. Эмоция. Потому что бастапқыда олар деп жазады. Ойбай, мынақта келіп тендерді не істеймін деп паника болып. Бастапқыда сол жаңа эфирдің алдында сол сезім туралы сабақ, осы именно өзім психологиялық әңгімемді айтқанымда сол болатын, что адам жетістікке жету үшін, вообще өмір сүру үшін адамда сезім болу керек та. Ана мен деген жаңағы өмірім шаршап кеттім, депрессиямын, ештеңеге көңілім жоқ, таңертең тұра алмаймын, түнде ұйықтай алмаймын, жаңағы тамақты көп жей беремін, немесе бірдеңке дегеннің барлығы сезім бітіп қалған. И осындай сезімге кіру керек та, и адам жаңағыдай күнде өрт болып жату керек қой. Күнде бір жерде бірдеңке өртеніп жату керек. Ана госзакуп ана жерде өртеніп жатқанда сен мына жерде тамақ та жоқ, ұйқы да жоқ, сен деген жаңағы той тойлауға да уақыт жоқ, сен күні түні жаңағыдай нәрседе жүресің. Товарды қайдан аламыз деген сұрақ келеді де, жаңа товарды алатын жер көп қой Қазақстанда. Алтын Ордаға барып аласыз, барахолканы аралайсыз, интернетті қарайсыз, в общем табасыз, жер қазасыз, табасыз тендер, госзакуп ұтсаңыз. Бізде Құралай ханым тағы да поставщиктер тізімі беріледі. Бізде өзіміз жұмыс істеп тізімін береміз. Тағы не істей аламыз? Сіздер үшін тағы не істей аламыз десеңізші. Тағы не істей аламыз деген сияқты. Енді қарапайым адамдар қарапайым халық отқаннан қарапайым тілде айтқанда тендер деген бұл делдалдық та, посредничество деген сияқты ғой. Өкімет осындай сомаға береді, сен арзанға толасың да, сатушыдан одан арзанға сатып алып, анаған апарып бересің, ол саған ақшаңды береді, үстіндегі пайдасын аласың. Делдалдық деп түсінуге болады да, қысқасы. Өкімет пен сатушының ортасындағы делдал. Өйткені олар напрямую аламайды деген сияқты ғой. Сол үшін біз одан кейін жаңағы бинтті да іздеудің өзі де бір процесс қой. Ана жерде арзан ба, ана аптекада арзан ба. Мысалы сіз жаңағы 25 теңгеге бинтті алатын болсаңыз, сізге 20-дан или там 18-ден табу керек қой. Жыртыл қазақ іздеу керек қой бір жақта. Сондай емес пе? Я тендерге қатысатын алдында, мысалы көріп аласыз да, ол мына тендерге қатысам, мынандай баға беріп тұр дейсі, бірден интернетке кіресіз, іздеп тауып аласыз, келсіз, мен осындай баға аламын, осынша сумма деп. Ол жарайды дегеннен кейін тендерге заявка жібересіз. Ұтып алған соң анадан барып сатып аласыз да, сосын мына жаққа өткізесіз. А ол заявка беріп қойып, одан кейін іздеген деген, ой, ол деген жер болып кетеді, сосын алдын ала интернеттен тауып. Енді бәрін интернетте істеуге болады, интернеттің заманы ғой. Үйден шықпай не істеймін? Ана Тұрсынбек айтпақшы бірдеңе істеу керек еді деп жүрген қазақтарға таптырмайтын құрал, таптырмайтын инструмент. Міне живой примерлерді алдарыңызға қойып қойдық. Сабинаны алдарыңызға қойып қойдық. 4 дипломы бар, продюсер, актриса, журналистка. Бүкіл мына білмеймін, кезінде мен ақыл айтатын адам іздейтінмін. Қазір енді өзімше ақылды болып қалған сияқты, қазірдің өзінде іздеймін әрине. Бірақ адам жаңағындай, егер шынымен бірдеңке істеу керек еді деген адам таппай отырсаңыздар, вот сіздерге живой пример оқырмандарға. Енді бізде 1 сағаттай болып кетті, мына Инстаграм сақтамай қала ма деп қорқамын, себебі кейде бір атылып кететіні бар. Досым, енді ораза қабыл болсын, қазақтың досы болып, бүкіл миллиондарды тауып, қазақтар байыңдаршы деймін ғой мен. Тезірек байып, аман болыңыздар. Амин. Қалай өшіреді? Төмен жағынан несін басасыз. Сабина ханым, көп рахмет келіскеніңізге. Біріншіден Құралай ханым, сізге көп рахмет. Сіздің оқырмандарыңызға, соңына дейін отырған оқырмандарыңызға көп рахмет. Ең басты айтарым менің, мен айтамын, әрекетке берекет, әрекет жасаңыздар, бос отырмаңыздар. Мүмкіндік өте көп. Барлығы өзіңіздің қолыңызда. Тек қана әрекет жасау керек. Ал сізбен Құралай ханым Қазақстанға қайтып келгенде өзіміз отырып бір шай ішейік. Обязательно. Тендерді оқу керек болып тұр ғой, что-то бірдеңе істеу керек сияқты. Мен де жыбырлап былай кішкене азапта кіріп қызығып кеттім. Қараңыз, Құралай ханым, дүкен бар ғой, киім тігетін. Тігін тендер деп бұлай. Тігіннің бұлай тендерлері көп. Мен ана постоянно қыздарға айтамын ғой, егер де өзіңнің шамаң жетпей жатса, бір адамға ілгеріңді лақтыр. Вот алдыңа қойда, как маятник дейді ғой, кемелер адасып кетпес үшін, боранның ішінде күйеуің тастап жатыр, ажырасып жатсың, быт-шыт болып жатыр, білген кез. Содан былай шықта, бір маятник тапта, соған ілгеріңді лақтыр да, и давай солға жүре бер деймін да, әйтеуір бір жерден бір ана қазақта айтады, ұшпаққа шығасың, әйтеуір бір ұшпаққа шығасың. Сондай бір маяктардың біреуі, мені Сабина ханым деп спокойно айтқым келеді, сіздің жаңағы инстаграмыңызды неңізді зерттеп, кәдімгідей біраз шаруаны тасылдап шығарып жасап жүрген қыздар. Негізі сіз не жақтансыз ғой? Семей, Қабанбай, Алакөлдің жағасы ғой да, Қабанбай деген? Алматы облысы. Жаралып ар жағындағы Қабанбай деген ауыл бар. Керемет мықты, енді Қабанбай атамыздың рухы бар ғой бойда, енді жарып тұрған. Так что жаңа шаршап жүрген, қиналып жүрген қыздар болсаңыздар,
мархабат оқыңыздар. Қазір парақшасын бүкіл нені осы видеоның астына сақтап қоямын. Маған дайректке жазбаңыздар. Қаяқта Сәбина, мені осы эфир өткіземін ғой, біреумен артынан дайректке миллион хат жүреді. Ана сабақты қаяқтан аламын деп. Осы посттың астында текстпен әдемілеп Сабина ханымның Tender Win деген парақшасы бар, соны көрсетемін. Мына номер тұр, мына 777 288 66 99. Хатты жазып, сұрап хабарласыңыздар да. Мұғалімсіз ба, дәрігерсіз ба, жаңағыдай досым секілді дипломыңыз бар ма, жоқ па, ештеңке айтпа, махаббат жасқа қарамайды деп, тендер вообще жасқа қарамайды екен. Тендер ештеңеге, тендер тек қана заңға қарайды, білімге қарайды, құқықтық сауаттылыққа қарайды, қаржылық сауаттылыққа қарайды, басқа ештеңеге қарамайды. Ешқашанда кеш емес, ешқашанда ерте емес. Керемет, көп рахмет Сабина ханым. Аман сау болыңыз енді. Елге келген кезде күштеп тұрып шай ішеміз. Рахмет, рахмет, рахмет. Сау болыңыз.